Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес арнасында сүйелдің адам денесінен не үшін шығатыны туралы және одан қалай арылуға болатыны туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сүйел теріде немесе шырышты қабықта пайда болатын қатерсіз түзілімдер. Ол жиі иммунды жүйесі қатаймаған балалар мен жасөспірімдерде кездеседі. Сүйелдің теріге тек біреуі немесе қаптап шығуы мүмкін. Сүйел сопақ, дөңгелек болуы және ашық түсті немесе қарайып шығуы мүмкін. Уақытында емдемесе, ол ыңғайсыздық тудырады. Ол жиі бетке, саусақтар мен тырнақ айналасына, буындар бетіне, тізеге, шынтаққа және табанға шығады. Сүйел шығуының негізгі себебі папиллома вирусы. Вирус теріге түскен кезде ол ағза жарықшалар немесе жаралар арқылы кіреді. Микроорганизмдердің белсендірілуіне және өсінділердің пайда болуына төмендегі факторлар әсер етуі мүмкін. Иммунитеттің әлсіреуі, жасөспірімдік кезеңдегі гормонды өзгеріс, үйлестірілмеген тамақтану, дәрумен жетіспеушілігі, аз қозғалысты өмір салты, жеке гигиенаны сақтамау, күйзеліс, созылмалы шаршаңқылық, ыңғайсыз аяқ киім кию. Қазіргі заманауи медицинада папиллома вирустың 40-тан аса түрі табылған. Бұл вирус жанасу арқылы жұғады. Тырнағын тістейтін адамдарда саусақтарына сүйел жиі шығуы мүмкін. Денесіндегі түкті қыратын, эпиляция, депиляция жасайтындарға бетіне, иегіне, балдырына сүйел шығуы мүмкін. Кейде адам папиллома вирусты қоғамдық жерлерден, мысалы бассейн, сауна, спорттық залдан жұқтырып алуы мүмкін. Ет кесумен айналысатын адамдар оны жануарлардан жұқтырып алуы мүмкін. Оларда сүйел жиі білегіне, иық айналасына шығады. Жалпы сүйелді қалай емдеуге болады? Сүйелді емдемес бұрын диагнозды растау қажет. Дерматолог сүйелді дерматоскоппен қарап, оның түрін анықтайды. Бұл процедура еш ауыртпайды. Теріде сүйел көп болса, папиллома вирусының штамын және оның белсенділігін анықтау үшін қан тапсыру керек болады. Алған мәліметтерге қарай сүйелді емдеу жолы таңдалады. Сүйелдің бетіне жағатын жақпамайлар және иммунитетті көтеретін вирусқа қарсы дәрілер жазып беруі мүмкін. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіз. Бүгінгі пайдалы кеңесім кәдеңізге жарасын.